Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, құрметті біздің ата-аналар. Бүгін біздің сабағымыз сіздер үшін нұсқау сабақ болады. Бүгін біз сіздермен ата-аналар. Бала, міне қасымда мен қазір Қорлан дейтін балапан тұр. Қазір біз Қорланмен мындай жұмыс жасаймыз. Аяқтың ұшына салмақ салып, оның дұрыс техникалық орындалуын көрсетеміз. Келістік қой? Оның алдында біз бұл тақырыпқа көшпей тұрып, қазір дене бойымызды қыздырып аламыз. Қазір мен сіздерге әр кезең бойымен көрсетемін. Әуенсіз музыка бабын қоспай. Содан кейін музыканы қосып, музыка ырғағымен біз сіздермен осы қимыл қозғалыстарды, ырғақты разминкамызды жасаймыз. Келістік қой? Құрметті оқушылар және ата-аналар, біз разминканы бастамай тұрып, би тілінде амандасамыз. Оны біз қалай деп атаймыз, оқушылар? Естеріңізге түсіріңіздерші? Дұрыс айтасыздар. Поклон жасаймыз. Қазір біз Қорлан екенбіз. Қорлан. Қолымызды белімізге саламыз. Бір. Қараңыздар, біздің үлкен саусағымыз беліміздің артқы жағында тұрады. Ал қалған 4 саусағымыз беліміздің алдыңғы жағында тұрады. Кәнекей жинап аламыз. Қорлан, тізеңізді қатты қысып тұрыңыз. Қазір біз Қорлан екеуміз поклон жасаймыз. И, бір, и, екі, и отырамыз. Үш, дзюта. Аққан дзюста өте жақсы. И, 4 тізеңді тарт. Өте жақсы. Енді осы қимыл қозғалысты біз сол жаққа жасаймыз. И, бір, и, екі, тарт аяқ үшін, өте жақсы. И, отырамыз. 3, дзюта. Жамбасыңды алдыға тақ. И, 4. Кәнекей, бәріміз осыны қайталаймыз. Сосын сіздер менімен амандасқандай боласыздар. Рахмет болар. Міне, оқушылар, біз жаңа сіздермен би тілімен поклон жасап амандастық. Енді Қорлан, қалай ойлайсың? Бұған қарашы, айнаға. Қазір біз сенен не жасаймыз? Разминка жасаймыз. Разминканы біз сіздермен мойын, міне мойын буындарымен, иық буындарымен, қол буындарымен, дене бойымен және оның буындарымен және оның бұлшықеттерімен, аяқтың ұшын буындарымен біз сіздермен шынықтырып жұмыс жасаймыз. Қазір санмен жасаймыз, содан кейін музыка ырғағымен. Қолды түсіреміз. Припонесем. И, бір алдыға шығар. И, екі, и, үш, белге қоямыз. 4. Саусақтарымыз қайда тұратынын білеміз. Кәнекей, оң жаққа 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 таңда. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Біз осы еңкеулерді басымызды әр жаққа 2 рет 8-ге дейін жасадық. Келесі, алдыға 1, тіке, 2, тіке, 1, тіке, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көріп тұрсыздар ғой, біз осыны тағы да 2 рет 8-ге дейін жасадық. Қорлан, түсініп тұрсың ғой? Ары қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Өте жақсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Рахмет. Енді екі аяқтың ортасына шығамыз. Қолды түсіреміз. Қазір біз сіздермен оң иықпен оң құлағымыздың ұшына дейін жеткіземіз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 иық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ары қарай. Айналдырып әкелеміз. Екінші. 4. Айналдырып барамыз. Екінші.
4 қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 иықты қосамыз. 1, 2 өте жақсы. Көтер. 4 өте жақсы. 1 и 2. Келесі. Қазір біз сіздермен кішкене еңкеулер жасаймыз. 2 аяқты осылай қалдырамыз. Қолдарымызды міне, алақандарымызды міне, жамбасымызды қаратамыз. Алдыға еңкейемізді, қолымызды сызамыз. 1. Сүреміз. 2 қайталаймыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 қолды сыртқа саламыз. Қазір оң қолымызды біз сол жаққа бұрамыз. Ал сол қолымызды оң жаққа тартамыз да, біз сіздермен оң жаққа еңкеу жасаймыз. И 1, түзу, менімен бірге қолды сос. И 2. 1, и 2. И 1, и жамбасын бейтерме. 1, жамбасын бейтерме. 2. Келесі қолды тиеміз. Бұрыламыз. Бұрыл. Аяқты бұрма. Сол қолды шығар алдыға. Алды қарай еңкейді. 1. Түзу тұрамыз. 2. Сол жаққа. 1. Түзу тұрамыз. 2. Өте жақсы. 1, 2, 1, 2. Келесі 2 алақанымызды еден-кеден жеткіземіз. Аяқтың тізесін бүгуге болмайды. Кәнеке менімен бірге бұрыла. И 1 тұрамыз. 2. И 1, и 2. Мана сабақтың басында разминка жасап жатқан кезде мен сіздерге айттым, әр қимыл қозғалысты біз сіздермен 2 рет 8-ге дейін жасаймыз. Біз қазір жай көрсетіп жатырмыз. Ал музыка арқауымен біз сіздермен осының бәрін 2 рет 8-ге дейін орындаймыз. Келістік қой? Қазір қорлан аяғыңды жинап, қолыңды беліне сал, біз жайлап аяқ ұшына көтереміз. Көз алдарыңызға елестетіңдер, мен басымыздың төбемізге жіп байлағандай боламыз. Ол жіпті төбеге байлап қоямыз. Осы жіп сіздерді үстіге тартады. Келістік қой? Кәнеке. И 1, 2. Қорлан аяқтың өкшесін бірге ұстап. 1, 2, 1, 2, 1. Өте жақсы. Енді біз жайлап отырамыз. Жамбасымызды алдыға тартамыз. Міне, ішімізді алдыға тартамыз. Ішімізді өзімізге тартамыз. Жамбасымызды алдыға тартамыз. Қазір жайлап отырамыз. Орындық отырғандай боламыз. 1, түзу. Өкшемізді көтеруге болмайды. 2. Өте жақсы. Тағы да отырамыз. 1, 2, 1, 2. Жалығып кетпеу үшін біз сіздермен осы комбинацияны біріктіреміз. Кәнеке, аяқ ұшын көтереміз. И 1, 2 отырамыз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Міне балапандар және құрметті ата-аналар, келе ғой. Біз шағын ғана жаңа сіздермен, мен сіздерге Қорлан екеуміз шағын ғана разминка көрсеттім. Ол сіздердің дене бойларыңызды шынықтыру үшін. Содан кейін шынықтырып, қыздырып, содан ғана кейін біз сіздермен жаңа тақырыптың қимыл қозғалысымен танысамыз. Келістік қой? Қазір біз музыка қосамыз. Разминкамызды музыка бабымен орындаймыз. Қорлан беріп қой. И 1, и 2, и 3, и 4.
ата-аналар, сіздер білесіздер, бүгін бізде сіздермен нұсқау сабағы, иә? Сіздер балалармен бірге осы жаңа өткен разминканы тұрып бірге жасауларыңызға да болады. Ол сіздерге артық болмайды деп ойлаймын. Ал енді мен басты сабақтың тақырыбына көшемін. Қазір мен отырып көрсетемін. Міне Қорланның аяқ ұшына салмақ салып, оның техникалық орындалуын көрсетемін. Біріншіден, препарацион. Препарацион дегеніміз балалар, сіздер білесіздер, да? Ол дайындық деген сөз. Қолымызды таяқшаның үстіне қоямыз, қоя ғой. Қорлан бойы кішкентай балапан, сондықтан да біз таяқшаның үстіңгі несіне қоймаймыз, үстіңгісіне қоймаймыз, астыңғысына қоямыз. Кішкене ары қарай жылжы. Балаларымыздың, оқушылардың қол шынтақтары жайлы тұру керек. Бұлай жақын тұрмайды, немесе өте алшақ тұрмайды. Кішкене қол шынтағы бұлай түсіп тұру керек. Қымбатты ата-аналар, оқушылар, сіздер білесіздер, үйлеріңізде сіздерде бұндай таяқша жоқ. Таяқшаның орнына сіздер әр үйде орындық бар, кәдімгідей орындықтың арқасы болады. Сол арқасына жаңағы балаларыңыз қолдарын қоятын болсын. Келістік қой. Өйткені балалар өздері классикалық немесе халық бағыттық би қимыл қозғалыстар жасаған кезде өте міндетті таяқшаның басында жұмыс істеу. Біздің Қорлан биге 2-ші жыл келіп тұр, сондықтан біз әлі таяқшаға алдымызбен тұрып жасауды әліден жұмыс жасаймыз. Келістік қой? Міне Қорлан тұрды. Дене бітімін балалардың қарап аласыздар. Қараңыздар, басы былай тұрмайды, мұрын ұшын ғана кішкене көтереміз. Дене бітімін не тартып тұрамыз кішкене. Мен осы балаларға айтқан кезде, басыңды көтерген кезде, көбісі бүйтіп отырыс емес. Басты көтерген кезде, мына төбемізде ата-аналар бүйтіп созып тұрамыз. Келістік қой? Басымызды былай жасамаймыз, міне мойнымызды созамыз. Сол кезде оны дұрыс тұрады. Міне иығымыз кішкене түсіп тұрады, жамбасымызды қатты ұстаймыз. Мен балаларға айтамын. Мен қазір сіздерге келемін де бүйтіп түртіп аламын. Қатты болмаса дұрыстамайсыңдар. Қорлан кәнекей, міне Қорлан қатты ұстап тұр. Тізесін бірге ұстап тұр. Енді қараңыздар. Аяқтың ұшын созуды, дұрыс созуды, дұрыс созуды біз балаларды қалай үйретеміз? Біріншіден біз аяқтың ұшын кішкене шынықтырып аламыз. Оны біз әрі қарай дамыту керекпіз. Аяқ буынның тартуын дамытып үйрету керекпіз. Сондықтан да бүгін біз сіздермен сол жағдайды үйренеміз. Қараңыздар. Қорлан бірінші аяқтың саусақтарына өкшесін көтеріп қояды. Зүдір, қатты баса қой. Салмағыңды көріп тұрсың ғой? Өте жақсы. Сүре қой. Екінші аяғыңды сал. Өкшеңді қатты тұр, сал. Міне қорықпай бүйтіп басыңыздар. Еденде аяқтың бүкіл саусақтары тұру керек. Келістік қой? Орнына қоямыз. Тағы да. Оң аяқ, алдыға тағы да оң аяқ, дүзутыр, тартып, өте жақсы. Екінші аяқ. 1, 2. Дене бітіміңді түзу ұста, өте жақсы. Келесі, қараңыздар. Біз қазір аяқтың ұшына қоямыз, өкше саусағына қойдық. Енді қорықпаңыздар. Балаларыңыз осы аяқтың ұштарына бүйтіп басын қырасын. Аямай көмектесесіздер. Ештеңе болмайды, қорықпаңыздар. Аяқтың тізесі алдыға арасын қоя қой. Өте жақсы. Өкшеге саусақ. Орнына. Келесі екінші аяқ. Аяқтың ұшы, саусақтар. Енді аяқтың саусақтарына басамыз, қорықпаймыз. Өте жақсы. Аяқтың саусақтары орнына. Кәнекей өзің жаса, мен қазір саған санмен санайын. 1, 2. Баса қой. Қорықпа, бас, өкшеңді көтер. Түзу ұста аяғыңды. 3, саусағына сал. 4. Екінші аяқ. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы. Келесі. Аяқтың ұшынан көтеріле қой. 1. Міне аяқтың өкшесін бірге ұстауды қадағалайсыздар. Енді
осылай түзу тұрады балапан. Міне түзу тұрады. Қазір өкшемізді түсірмей, аяқ ұшына бүкіл саусақтар тұрсын. Қадағалаңыздар ата-аналар. Енді аяқтың өкшесін қоймай, қазір Қорлан жайлап отырады стульчикке. Өте жақсы. Көте-көте, тағы да өте жақсы. Түзу ұста. Дейін түзу ұста. Қорықпа, тағы да. Қыз, отырыңдар. Отыр. Өте жақсы. И 3, көтере қой. И түсеміз. 4, түс, түсе ғой. Қорлан тағы да қайталайды. Кәнеке, И 1, ұста. И 2, отыра қой. Қорықпа, түзу ұста қолыңды. Өте жақсы. И 3, көтере қой. И 4. Тағы да жасаймыз соңғы рет. И 1, қадағалап отырыңыздар ата-аналар. Жоғарыға. И 2, өте жақсы. И 3, и 4. Келесі мен көрсетеміз. Қорған сен қарай ғой. Бұны біз сіздермен кезекпе-кезек аяқтың саусақтарына тұрып, жүріп, қимыл қозғалыс жасаймыз. Қараңыздар. 1. Енді мен мына аяқты түсірем өкшені, келесісін көтерем. 2. Қорлан оңай ғой. Менмен бірге қайталай. Оң аяқты. И 1. Өте жақсы. 2. И 3. И 4. Құрметті ата-аналар, осы қимыл қозғалыс жасаған кезде балалар жамбастарымен бүйтіп ырғақтамасын. Ырғақтауға болмайды. Аяқтың ұшына ғана көтеріледі. Келістік қой? Кәнеке жасай ғой. И 1, ырғақтама. И 2. Екіншісін тағар. И 1. И 2. Тағы да. И 1. И 2. Өте жақсы. Түсіре қой. Міне, біз аяқтың оқушының аяқ ұшына салмақ салып, баланың сол аяқ ұшын тарту бабын ақырында осылай үйретеміз. Қазір тағы да аяқтың бірінші қадамын тұра қойшы. Біз жаңа аяқты жинап ұстадық. Осы қимыл қозғалысты, кәнеке саусақтарыңды жүресіз. Осы қимыл қозғалысты біз аяқтың бірінші қадамымен жасай аламыз. Аяқтың ұшына саусақтарына қой. Түзу. Енді аяқтың ұшына сала қой. Қатты, өте жақсы. Кәнекемен қыз қадағалаймын. Түзу. Жамбасыңды ырғақтама, жаным. Өкшеңді былай бір. Өте жақсы. Тартып ұстап, бүкіл саусақтарыңды бас, қорықпа. И аяқтың ұшына қой. Енді бірінші қадамға сал. Өте жақсы. Екінші. И 1, түзу тұра қой. Өте жақсы. И 2. Бас аяғыңа. Өте жақсы. И 3. И 4. Тарта ғой. Рахмет. Қорлан рахмет. Міне кішкенде бала тұр. Құрметті ата-аналар. Міне бүгін біз Қорлан екеуміз аяқтың ұшына салмақ салып, аяқтың ұшын тарту бабын біз бүгін үйрендік. Ол бір ғана тәсілі. Тәсілі өте көп. Сондықтан да осы тәсілді сіздер мұқият қарап аласыздар. Содан кейін өздеріңіз, ата-аналар сіздерге қызық болса, өздеріңіз де балаларыңызда осы комбинация емес, бұл жай ғана жаттығу, осыны қайталаңыздар. Келістік қой? Бүгінше кәнеке Қорлан бұла ғой. Бүгінше міне біз үлкен рахметімізді айтамыз. Мен Қорлан саған үлкен рахметімді айтам. Сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.